Сәлеметсіздер ме балалар? 58-ші сабақ ың дыбысымен әрпін жалғастыратын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп аламыз. Сабағымызды бастайық. Ең алдымен қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп және тұтастай оқитын боламыз. Тоң, қоң, тың, дің, қоңыз, доңыз, қайың, таңат, қаңбақ, шаңырақ. Келесі тапсырма бізге сөздердің орындары ауыстырылып берілген. Осы сөздерден біз сөйлем құраймыз. Сұңқар саңқылдайды, таң атты, қоңыз қонды. Келесі бізге берілген мәтінді буынға бөліп және тұтастай оқитын боламыз. Арыстан, керік, қасқыр, аңдар, олардың мекені орман, тау, дала. Аңдарды қалада қайда ұстайды? Таңат аңдарды қорада ұстайды дейді. Сен қалай ойлайсың? Келесі тапсырма берілген сөйлемдердің орны ауыстырылып берілген екен. Ол сөйлемдерді реті бойынша жазамыз. Оның алдында терісі теңбіл аң тұрды. Мойны неткен ұзын еді. Бұл керік болатын. Келесі тапсырма қоңырау сөзінен тағы да басқа сөздер құрап жазуымыз керек. Бірінші қоңыр, ауыр, қора, қыр деген сияқты сөйлемдер жазуға болады екен. Енді соңғы тапсырма бізде дың-дың қоңыраумын деген сөйлемді дәптерімізге жазып аламыз балалар.